Мен Қойғаш негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Таубай Кәусар. Менің эко-ізім атты марафонының отбасылық сая жол номинациясының отбасылық көшеттерді егуге отырғызайын деп жатырмыз. Ал мына отбасылық сая жолға міне дайындық, ағаш отырғызу. Ер азаматтың 3 міндеті: бірінші үй салу, дүниеге бала келу, сосын ағаш егу. Қазақта бар ғой, артында мал қалмаса да талың қалсын деп. Соған міне балдарыма ақштап бірінші осылай ағашын егіп отырғызайын деп жатырмын. Осындай жақсы болып шығып кетсін. Сондай мақсатта осындай тал егіп отырғызып жатырмын. Мына қыздарым қараңыздар, мынау көктерек көшеті. Осыны отырғызу үшін әрбір талды отырғызу өзінің ережесі бар. Бұл талды отырғызу үшін бұның көзін күншығыс бағытына қаратамыз. Міне, бері қараймыз. Міне, қара, міне, Айзере, Шахназ. Міне, осыны көмгендей кезде мына талдың көзін біздер топырақтың астына қалдырмауымыз керек. Ол үшін жаңа папамыз мына жерді бастап қазды ғой, міне. Осы қазғаннан кейін, міне, атамыз жалғастырып ары қарай қазып жатыр. Осыған қара шіріндіні қосамыз. Қара шіріндіні қосып, топырақты құнарландырамыз, араластырып, құнарландырамыз. Осы жаңа айтқан ағаштың көзін, ағаштың көзін, міне, күншығыс бағытқа қойдық. Түзеу ұстаймыз. Ал қане қойыңыз. Араластырып, көміп, басылап көмемізде. Кішкене басып, тамыр орны кеткенше басамыз. Және енді осыған біздер не құямыз? Су құямыз, күнде су құйып, бұны бастап тұрамыз. Жақсы. Айзере, қызым, мынау сенің талың, көрдің бе? Бұны да егіп ұстап тұра ғой. Бұның аты мамыр гүлі. Бұл гүлдің өте ерекше, бірнеше түрлі түстері болады. Көрілген түсі болады, ақ түсі болады. Көбіне бұл мамыр айында гүлдейді екен. Иісі де өте тамаша. Талдардың адамға, ауаға беретін пайдасы өте көп, естерінде болсын. Сондықтан да жақсылап, баптап күтіп, осының өсіп кетуіне себепкер боласың сен. Мынау менің қызым Шахназдың арнап егілген қара талымыз. Осыған енді қара шіріндіні салып, топырағын араластырып жақсылап, енді бұны да суарамыз. Енді бұны күнде баптап, қызым өзің су құйып тұрасың. Барлығымыз отбасымызбен егіп, осындай ағашты баптап жатырмыз. Жаңағы ережені естеріңізге сақтадыңдар ғой, қалай егетінін. Жарайсыңдар. Бері қарай. Әркім өзінің керегінің қасына мына қазықтарды қадай қойайық, қаға қойайық. Мына қазықты мен ұлыма қадайын, ұлымның керегіне. Өткенде алма талдар жеміс ағаштарын отырса, осы жолы декоративті ағаштар отырғызды. Ұлыммен бірге өссін деп қадап баптап отырайық. Енді күнде баптап, осыны суарып, түгін қопсып отырасыздар. Қыздарым, бүгінге жеткен мына кішкентай талшықтарымыз болашақта жапырағы және қалған үлкен орманға айналады. Ал ол орманда біздің немере шөберелеріміз, соның ұрпағымыз, соның рахатын көріп, соның көлеңкесінде, саясында демалады деген ойдамын. Сондықтан да бұл теректерімізді баптап өсіріп, біздің өзіміздің келешегімізге арнап, біздер баптап өсіріп кетуіміз керек.